кеше қақтамын өзі. Мен бөлмеме ұқсамайды ғой мынау. Так, мен қақтамын өзі. Мынау больницада жатырмын мен. Кеше не болып еді? Есімде түсіп жатыр, что-то так. Кеше түнде мен ойнауға шықтым, сосын бір кішкентай адам менің артымнан қуалап жүрді. Так, сосын мен дубинкамен бір-ақ ұрды, короче. Хорошо, что занимать. Не болып жатыр екен. Тихий жасқа кетіп қалған сияқты ше, медсестралар, дәрігерлер. Ешкім жоқ, что-то больницада. Бір қаяқтан больница қой, мен үйге қаратай барайын. Үйге қарай барайыншы. Үйде не болып жатыр екен? Ай, басым ауырып жатыр, не істесем болады? Үйге де келіп қалдым мен. Ей, құры. Тез барайын құрсын үйге. Жатып демалу керек маған дейтінше. Так, келдім мына үйге де. Мына келдім өзімнің үйіме де. Ё-моё, не oldu? Тұрайын құрсын. Есіктің алдына қалып қалған ба? 2 сағат болды тоға жатқаныма. Ай, басым сынып жатыр. Басым ай. Барып бет қолым жуып алайыншы. Болды. Отыра тұрайыншы кішкене. Басым дейтін ауырып отыр. Жаман ауырып отыр. Маған бүйтіп отыра беруге болмайды. Движение жасау керек кішкене. Наверное, баяғыда бір үйстіп қалып ойнайтын секретный комната жасап ше. Наверное, вообще туалетім менің. Мына бөлмеде баяғыда негізі өзім тұратыным. Қазір орналастық. Ай, басым ай. Басым. Әкем кетіп қалыпты ғой, ё-моё. Жұмыста шығардым. Далда отыра тұрайыншы, что-то. Далда отыра тұрайын құрсын. Таза оржыту керек ше. Сағат 11 болыпты. Далада жүріп қайтайын. Ей, мынау кімдер тағы? Мынау кім? Чувак, отвали от меня, не дейді. Холодс. Ойбай, қаш. Ё-моё. Так, кешегі адамның бандасы сияқты ғой ше. Кеше оның басынан бейтамен бір-ақ ұрып еді. Сосын тұрда мен оның тұрдым да басынан жағынан бір-ақ ұрдым оны. Түнгі салқынмен, кешкі салқынмен қыдырып баттайыншы. Маған отыра беруге болмайды. Басым ай. Йоп, тегедек. Киімімді ауыстырамын деп едім ше. Киімімді ауыстырайын бүгін құрсын. Ана аяқтан үйде емес. Ана аяқтан бір квартира алып алуым керек еді ше. Кешегі жер ғой. Осы жерде кеше. Бір
үйде продукты безіп отырмын. Киінетін жер қаяқта еді, ол сияқты бар еді ғой. Что-то басым қойды кішкене. Қарным ауырылдап жатыр. Кеше бері тамақ жеп жатқан жоқпын, тамақ жеген жоқпын вообще. Давайте көрейік енді мына жерде магазинге кіріп көрейінші. Так, сіләтсі ешкім жоқ екен. Магазин самообслуживание сияқты ғой. Кішкене пицца алайын, давайте. Ей, так, пицца алайын. Болды, жетеді осы маған. Налетика болып көже салайыншы, наверное, беті. Так, кетті. Жарылып жатыр ғой, наверное, давайте. Тұрып жеп алайын. Нам-нам. Отдай екен. Мынау үй самоцвет андай джунглилардан бір доставка жасайын десем, жабылып жатыр ғой деймше. Давайте онда ана жаққа киім көруге барайық. Жүгіреміз, кеттік. Мен құстар сені. Так, давайте кеттік. Мына киім аламыз мына жерден. Так, в принципе, мынау киім далуға болады. Оп, мынаны тағы так. Мына жерден ана нені алайын. Опа. И мынау ақталып алайын. Так, енді кеттім мына жерге, кейін қайтайын құрсын. Кейінді болды. Ойбай! Штанды киюді ұмытып кетіп қалсыздар. Қалай әдем болды мынау киім. Жақсында гитара алып алдым. Анау бағанағы таңдаған киімім маған қатты келмеді, аппақ немен. Осылайынан алып алдым, міне бар сетка алдым, сосын осындай киім алып алған соң. Так, ақшасын төлеу керек. Блин, қазір бар сеткадан банковский картаны тауып алайын. Так, вроде мына жерде мына алдым. Енді ақшасын төлейміз енді қазір. Опа. Айбай! $560 ғой. Гитара ең қымбат ғой. Үстімдегі 12.000 теңге тұрады. Астымдағы 15.000 тұрады. Гитара болса 230.000 вроде тұрады. Мынау барсетка енді 50.000 теңге тұрады. Енді арзан барсетка. Әдем киініп алған соң Луи Виттон, короче. Луи Виттон. Айтпақшы, мен мектепке барып көрейінші. Мектеп. Барып директормен сөйлесіп көрейін дегендей. Ол да керек емес негізі. Starbucks. Мынау машинаны қараңдар, ема. Айтпақшы, мен докторға барып қарайын деген едім тағы да. Короче, қазір барып қаралып қайтайын құрсын. Так, больницамен келдім. Ой, ё-моё, шошып кеттім, ой. Ай, атып отыр. Міне бізде Шелли. Сілетсі, мен, короче, кеше келген адам едім да мына жерде. Сол, білесіз бе, мына жерде, короче, тексеріп көрейін деген ем ғой. Сол, короче. Ана жаққа кіре бересіз ба? Жақсы қазір. Неше 5 минуттай күту керек па? Жақсы. Так, шторды жабамыз, құрсын отырамыз енді. Алды. Отыра тұрайын, короче. Короче, достар, мен қазір басымды тексергеннен кейін, короче, сол басымды тексергеннен кейін видеоны қосатын боламын. Я, рахмет, енді келесілі абай жүретін боламын. Жақсы, я барлығым. Үйге барғаннан кейін, я обязательно бинті салам ғой. Давайте, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ну, больница мен үйіме жақын, вообще жақсы болды ғой. Мен
бүгін шомылуға бару керек еді демалысқа. Есікті аша қояйын құрсын. Есікті аштым. Есік жабайын. Қазір енді шомылуға баратын заттарымды жинап алайын. Так, бұл жақта емес еді. Мен шкафымға ектейді. Ё-моё, ұмытып қалдым ғой. Так. Міне. Мынау жақтарда қазір заттарымды алып алайын, достар. Яғни сол кезде видеоны қосатын боламын. Так, вроде барлық керек заттарды алдым. Сумкама салып алдым. Енді барамын. Так, түсеміз. Ойбай, мынау кім тағы да? Құры, шық менің үйімнен. Құры бар. Давайте енді шығамыз. Так, давайте енді. Ана автобусты күтіп барам. Короче, достар, мен ана жаққа барғаннан кейін видеоны қосатын боламын. Надеюсь, жақсы демалып қайтамын деген ойдамын. Так, мына палатканы құрастырып болдым. Короче, достар, қараңдар, уже кеш болып жатыр. Мен қыдыруға келдім. Міне осындай жерде, короче, шомыламыз қазір. Осылай киім шомыла берейін, короче. Давайте кеттік. Так, ой. Мынау. Мынау. Терең жерге бармай-ақ қойыншы. А то батып кетем. Так, вроде кеш болыпты ғой уже. Неше сағат шомылған мен. Түн болып жатыр. Енді такси шақырып кету керек та маған. Таксида қайту керек. Достар, короче, мен жинап алайын. Мынан бәрі соброчный ғой. Типа, екеуінің ортасына қайда саласың, короче. Түнде жағалаудың астында жүруге болмайды ғой. Тез жиналайын құрсын. Так, достар, короче, мен таксиға отырдым, прикиньте. Таксиға отырдым, енді қазір біз үйіме қарай бара жатырмын. Надеюсь, енді тез жетеміз. Жеткен кезде видеоны қосатын боламын. Давай. Жақсы, братан, қазір сал жерем ғой. Я. Давайте. Так, достар, мен үйге келдім. Ешкім кіріп кетпеген шығар деген. Бір ұрлықшыл. Шық үйден, шық дейм. Кіріп кеткен, достар. Қараңдар мұнан. Бергел. Шығарамыз қазір үйден. Витесінде бақ дейсің ғой. Қора. Настроением көтеріліп қалды ғой, достар. Ё-моё. Так, да. Мына жаққа заттарым шешеміз енді. Короче, достар, бүгінгі видео 14 минуттық видео болып шықты. Сіздермен болған Нурбикс. Осы видео сәтке көрейіндеріңіз болсаңдар. Так, сыр деп жазып кеттіңдер. Обязательно лайк, подписканы басып ұмытпаңыздар. 100 подписчикке азғантай ғана қалды. Сіздермен болған Нурбикс. Аман сау болыңыздар.